Шарда ұшып бара жатқан білім. Әңгіме бастауышта баланың қазақ тілінде сөйлеуін дамыту үшін шарды көрнекілік ретінде қолдану жайы. Бастауышта қазақ тілі мен әдебиеттік оқулығында 6-9 айлық бала секілді 6-9 жастағы бала үшін де шар қызықты деп ойлаған болу керек. Бірталай білімді шарға қойып үйретпекші болған екен. Видеоның басында көрсетілетін қызыл шарлар видеоның соңында жоқ. Ол сахнада көрінген мылтық соңында атылсын деген Шеховтың драма принципі еді ғой. Нені қайда қолдану керек екенін білмегенде осылай шатасып отырғаның. Әңгімемнің сахнасына қызыл шарларды әдемілік үшін қойдым. Негізі көк шарларда айтайтын әңгімеге тікелей қатысы бар. Көк шар ұстап түскен сурет педагогикалық училищеде күндіз-түні қиып, бояп, шардың суретін салып, көрнекілік жасаудың қыр-сырын үйренуге кеткен. Ең бастысы білімнің тасқа жазылатындай кезеңі. Жастық шақтың 10.000 сағатының бір сәтінен көрініс. Көрнекіліктегі шарлар мәселесі мен жас кезімді көп айналысқанды ымдау үшін қойылды. Педагогикалық училищеде практикалық сабақ өткізгенде мына шарлардың осындай көрнекілік жасасам, мұғаліміміз 2-сін қойып беретін еді. Ал сабағыма қатысып талдаған курстастарым былай дер еді: баладан түстерді бояу сұралатын болса, шарлар боялмай берілу керек еді. Көрнекілікте боялған шардың ішіне жазылған сөз оқылмайды. Бұл көрнекілік үшін ең үлкен кемшілік. Аспанға ұшып бара жатқан шарларды ұстап қал. Шарлардың түсіне мән бер. Бұл сөздерді сен қандай түспен бояр едің деген тапсырма берілген әдебиеттік оқу 2-ші сыныпта. Бұл шарлардың түстері мен сөздердің мағынасы арасында байланыс құру мақсаты көзделген болса керек. Баладан шардың түсін бояу сұралады. Тапсырмада шарлардың түстері боялып қойылған. Сондықтан бала түйсігінде екінші бір басқа түстің жандануы қиын. Бірінші көрген түсті ми қабылдап алады. Жоғарыдағы тапсырмада бірінші нақыл сөзді құрау керек, екінші нақыл сөздің мәнін түсіндіру керек. Дүние білімдіге жарық, білімсіздің күні ғарып деген мақалды шарды бояу арқылы түсіндіре алмайтын 7 жастағы балаға қиын, табиғаты жасалу күрделі бір мақал. Қазақ тілі 4-ші сынып шарға жазылған сөзге тиесілі тұрақты сөз тіркесін тап деген тапсырма. Қазақ тілінде тұрақты сөз тіркестерінің қандай да бір шарға жазылған немесе өзінше тұрған сөзге тиесілі болады деген ережесі бар ма? Жазушының шығармасынан саған не ұнады деген 2 бет мәтін бойынша жазушының шығармасынан оқиғасы, қиялы, тілі деген сөздердің бірін таңдап, ұнамады деп жауап беруге болатындай да тапсырма. Баланың мәтін бойынша қандай білім алғанын ашып бере алмайды. Шыдамды, жанашыр, қорқақ, ержүрек, намысшыл, ерке деген сөздерді шарға жазып, тоқтарға тән ерекшеліктерді ата деген тапсырмада 4-ші сынып үшін жас ерекшелігіне сай емес 2 бет мәтінді бір сөзбен атап қоя сал дейтіндей дайындалған тапсырма. Бір шар болса да айтайын деген бір мәселесі болады дегенді айту үшін видеомызға атақты Бэнксидің керемет стрит-арт өнер туындысы шар ұстаған қыз, мүмкін шарын ұстай алмаған қыз деп аталатын суретінде қойдық. Бұл шарларда мағына бар. Шар мен бояу арқылы бірталай нәрсе айтылған. Айтайын деген нақтылай түскісі келді ме суретші, осы сурет салынған дуалдың жанына әрқашан үміт бар деп жазыпты. Аукционда өзін-өзі кесіп турап тастағаннан кейін де миллиондаған долларға сатылған шардың айтары көп болса керек. Қорыта келе айтайын дегенім, бастауыш сынып балаларын ақыл-ойы дамымаған кішкентай бала секілді көріп, қате дайындалған тапсырмаларды қызыл шарға қойсаң да, көк шарға қойсаң да пайдасы болмайтыны жайы. Жаңартылған білім мазмұны бойынша балаға мәтінді айтқызба, мазмұндама жасатпа дегенде дұрыс жасалған сұрақтар арқылы баланың сабаққа активті түрде қатыстыруын қамтамасыз ет деді. Мәтінге оқытылған білімнің мақсатына жауап бере алмайтын, сабақта үйретілу керек білімді үйрете алмайтын әдістермен бала миын қатыр демеді. Баланың функционалдық сауаттылығын дамыту бағытында әдіс-тәсілдерді таңда деді. Бала мәтінді сол жердегі айтайын деген ойды түсінсе, оқытқан мәтініміздің бір пайдасы болады. Оқулыққа жазып қойған мәтінді бала ұнатпауы да мүмкін. Ең маңыздысы сол ұнатпағанын қазақ тілінде айта алсын. Мәтінді түсініп, түсінбеген айту үшін шарға қойылған бір ғана сөзге мұқтаж болып қалмасын. Бала білімінің тыңдалым, оқылым, айтылым, жазылымы шарлардағы сөздермен ұшып кетпесін. Білім үйретемін десек, бала миы шеше алатын, алгоритмасы дұрыс қойылған сұрақтар дайындалсын. Ал шарлар болмаса да болады. Немесе қазақ тілі оқулығына көрнекілік ретінде шар қойылған екен, шарлардың да бір айтатыны болсын. Дәл осылай болатынына әрқашан үміт бар деген сеніммен әңгімемді аяқтаймын.